Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен дайын қатпарлы қамырдан самса пісіреміз. Барлық керекті заттарды толығынан описание бөлімінен оқи аласыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі самсамызды ота өнімінің дайын қатпарлы қамырынан жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымыздың сыртын ашып, майдалап турап аламыз. Майдалап туралған пиязымызды тағы да жақсылап езіп аламыз. Пиязымызды жұмсартып аламыз. Жұмсарған пиязымызды фаршымыздың үстіне саламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұз және де жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Одан кейін бір жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын, енді қамырымызды жайып аламыз. Дайын осылай бөлшектерге бөлінген қамырларымызды біртіндеп арасын бөліп, ұнға аунатып, жайып шығамыз. Самсаның арасына жағатын фаршымыз да, қамырымыз да барлығы дайын. Енді барлығын біріктіріп, самса жасаймыз. Өздеріңізге керекті мөлшерде қамырдың арасына фаршымызды салып, самсаның формасына келтіріп түйеміз. Барлық самсамызды түйіп болғаннан кейін үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт немесе мак себеміз. Бұл жерде мен мак пайдаландым. Самсамызды 180-200 градуста қызып тұрған духовкада 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің самсамыз дайын. Ұнаса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.